Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз экожүйе құрам бөліктері арасындағы байланыс. Сабағымыздың мақсаты экожүйенің құрамдас бөліктерінің өзара байланысын график түрінде көрсету және түсіндіру. Балалар, алдымен экожүйе не екенін біліп алайық. Экожүйе дегеніміз тірі ағзалардың өмір сүретін, табиғаттың өлі бөліктерімен қарым-қатынас жасайтын жанды және жансыз бөліктері арасындағы заттар айналымы. Экожүйе термині ғылымға Тенсли енгізген. Экожүйенің құрамына келетін болсақ, экожүйені биоценоз және де биотоп құрайды. Биоценоз дегеніміз грекше биос тіршілік немесе өмір, ценоз қауымдастық, яғни жануарлардың, өсімдіктердің, саңырауқұлақтардың бір жерде құрлықта немесе суда бір-бірімен байланысып тіршілік ететін ортасы. Ал биотоп дегеніміз өзіне тән климаты және де жер бедері бар биоценоздардан тұратын мекен, яғни ол жануарлардың, өсімдіктердің, саңырауқұлақтардың немесе басқа да тіршілік иелерінің тіршілік ортасы. Балалар, экожүйе жіктеледі бізде құрлық экожүйесі және су экожүйесі болып. Су экожүйесі тұщы су және теңіз экожүйесі болып бөлінеді. Табиғаттағы зат алмасуына байланысты биоценоздағы организмдер үшке бөлінеді: продуцент өндіруші, консумент тұтынушы және редуцент ыдыратушылар болып. Балалар, мына жерде суретте көріп тұрғандағымыздай продуценттерге жасыл өсімдіктер, консументтерге жануарлар, ал редуценттерге саңырауқұлақтар, бактериялар, құрттар жатады екен. Яғни продуценттер дегеніміз балалар, олар күн энергиясын пайдаланатын жасыл өсімдіктер. Яғни білеміз, жасыл өсімдіктер фотосинтез процесіне қатысады. Олар фотосинтез процесіне қатысып, яғни биорганикалық заттардан органикалық заттарды түзіп беретін бізде автотрофты организмдер екен. Ал консументтер, олар өсімдіктер бізге органикалық заттарды синтездеп берді ғой бағана, яғни соларды жаңа формада өзіне айналдыратын, яғни тұтынушылар, яғни дайын органикалық заттармен қоректенетін гетеротрофты организмдер екен. Ал редуценттер, олар органикалық қосылыстарды минералды қосылыстарға дейін ыдырататын организмдер, яғни ыдыратушылар екен редуценттер дегеніміз. Оларға саңырауқұлақтар, бактериялар, сонымен қатар өсімдіктер мен жануарлардың кейбір өлі қалдықтарын өңдейтін кейбір түрлері жатады. Балалар, енді сендерге бүгінгі өткен тақырыбымыз бойынша бірінші тапсырма. Төмендегі терминдерге анықтама беріп, дәптерімізге жазамыз. Және екінші тапсырма, мына жерде көріп тұрған 6 суретімізді қайсы продуцент, қайсы редуцент және қайсысы консумент екенін дәптерімізге осы сызба ретінде жазып аламыз. Және жазған орындаған тапсырмаларыңызды маған жіберіңіздер.